Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 115-ші сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Ғаламшар құпиялары, дара және күрделі сан есімдер. Тыңдалған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеймін, соған сүйеніп мазмұнын айтамын. Сөйлемнен сан есімдерді тауып, дара немесе күрделі екенін ажыратамын. 54-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Бір жылда күн мен түн 2 рет теңеседі екен. Оларды көктемгі және күзгі теңесу деп атайды. Көктемгі теңесу 22 наурызға ұлыстың ұлы күніне дөп келеді, ал күзгі теңесу 23 қыркүйекке келеді. Күн мен түннің көктемгі теңелуін әлемнің көптеген халықтары мереке ретінде атап өтеді. Күн қозғалысына негізделген есеп бойынша нағыз көктемнің келуі осы күн мен түннің теңелуі екен. Дана халқымыз бұл уақытты жылдың басы деп есептеген. Осы күннен бастап табиғат та, жер ана да, жан-жануарлар да түлейді, жаңғырады. Тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп ал. Соған сүйеніп, мәтіннің мазмұнын айт. Наурыз өте ерте заманнан бері тойланып келеді. Қазақша жаңа жыл, яғни жылдың бастауы деп есептеледі. Күн мен түн теңелетін уақыт. Бұл ежелгі мереке, жамандықтан тазару мерекесі ретінде атап өтіледі. Ол адамдардың басқаларға ренішін кешіруге шақырады. Ал қазақ ақсақалдары мерекеде араздасқан ру тайпалармен татуласатын болған. Қасиетті жетілік. Наурыз мейрамының басты тағамы наурыз көже. Ол құрамы 7 тағамнан дайындалады. Су, сүрленген немесе кептірілген ет, тұз, май немесе жануар май, жарма, айраннан тұрады. Ал наурыз көже ішкен адамдарға сәттілік күлімдеп, денсаулығы жақсарып, отбасы қуаныш пен молшылыққа кенеледі делінген. Мәтіннің мазмұны бойынша диалог құраңдар. Нұрай, сендер наурыз мерекесіне дайындалып жүрсіңдер ме? Әрине, анам наурыз көже дайындап қойды. Ажар, сені үйіме қонақ болуға шақырамын. Келесің бе? Шақырғаныңа рахмет, міндетті түрде келемін. Мәтіннен сан есімдерді тауып, сұрақ қой. 1, 2, 22, 23 неше деген сұраққа жауап береді. 2 және 22 сан есімдерін салыстыр. Әрқайсында сөз саны бірдей ме? 2 бір сөзден тұрады. Дара сан есім. 22 2 сөзден тұрады. Күрделі сан есім. Сан есім дара және күрделі болады. Дара сан есім бір сөзден тұрады. Мысалы 5, 10. Күрделі сан есім 2 сөзден немесе одан да көп сөзден құралады. Күрделі сан есімдердің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. 17, 358. 55-ші жаттығу. Мәтіннен сан есімі бар сөйлемдерді теріп жаз. Олай болса, бірден сан есімі бар сөйлемдерді жазайық. Ғарышқа 1957 жылдың 3 қарашасында алғаш жол салған Лайка деген ит. Олар 1960 жылдың 19 тамызында ұшырылған белка мен стрелка иттері болатын. Олармен бірге 40 тышқан, 2 сұр тышқан, әртүрлі жәндіктер, өсімдіктер мен микроорганизмдер ұшырылды. Олар жерді 17 рет айналып оралған. Сан есімдердің дара немесе күрделі екенін айт. Дара сан есімдер 3, 2, 40. Күрделі сан есімдер 1957, 1960, 19, 17. 56-шы жаттығу. Берілген сан есімдерді сөзбен жаз. Олардың дара немесе күрделі екенін дәлелде. Дара сан есімдер 7, 9. Күрделі сан есімдер 11, 27, 189, 620. 57-ші жаттығу. Мәтелді жатқа жаз. Білгенің 19, білмегенің 99. Сан есімдерді тап, мәтелдің мазмұнын түсіндір. Сан есімдер 1, 9, 99. Мәтелдің мазмұны сенің білетініңнен білмейтінің көп делінген. 58-ші жаттығу. Сызбаға қарап, сан есім туралы білетінді жинақта. Сан есім заттың санын, мөлшерін, ретін, шамасын білдіретін сөз табы. Сұрақтары қанша, неше, нешінші. Есептік сан есім қанша, неше деген сұраққа жауап береді. Реттік сан есім. Есептік сан есімдерге ыншы, інші қосымшалар жалғану арқылы жасалады. Дара сан есім. Тек бір ғана сөзден құралатын сан есімдер, мысалы 4, 5. Күрделі сан есім 2 немесе одан да көп сөздерден құралатын сан есімдерді айтамыз. Мысалы 21, 55. 59-шы жаттығу. Мәтінді оқып, сан есімдерді сөзбен көшіріп жаз. 1961 жылы 12 сәуірде адамзат тарихында тұңғыш рет жер шарының
ғарыш кемесі ұшырылды. Ол бүкіл адамзат үшін ғарыш әлеміне жарқын жол ашты. Қазақтың Байқоңыр ғарыш айлағы әлемге әйгілі болды. 20 ғасырда Байқоңыр үлкен ғылыми-техникалық жетістіктерге жетті. Араға 30 жыл салып 1991 жылы қазанның 2 күні Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшты, ал Талғат Мұсабаев ғарышта 3 рет болды. Халықаралық экипаждың құрамында да басшылық етті. Дара сан есімнің астын 1, күрделі сан есімнің астын 2 сызықпенсіз. Дара сан есімдері 20, 30, 2, 3. Күрделі сан есімдер 1961, 12, 1991. Осымен сабақ аяқталды. Сабақ пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.